Бұл шоу шын мәнінде қорқынышты. CoComelon шоу әлемдегі ең танымал балаларға арналған YouTube арналарының бірі. Бәрі жақсы сияқты көрінгенмен, олардың балаларды қалай тартатыны туралы мазасыз шындық ашылды. New York Times мәліметінше, осындай шоуларды, соның ішінде CoComelon'да көретін балалар транс күйіне ұқсас жағдайға түседі. Мұны растайтын бейнелер бар. Онда балалар шоудың саундтрегін тыңдап, мүлдем қозғалмай қалады. Назар аударту әдістері ертеректе Сезам көшесі атты ескі балалар шоуынан басталған. Сол кезде құпия эксперименттер жүргізілген. Балаларды екі экранның алдына отырғызып, бір экранында бағдарлама көрсетілсе, екіншісінде жарқын назар аударатын суреттер болған. Эксперименттер көрсеткендей, кадрларды жиі ауыстыру, жарқын түстер мен кенеттен болатын қозғалыстар арқылы балаларды тіпті өздері қаламаса да экранға қарауға мәжбүрлейді. CoComelon бұл әдісті дистракшн технологиясының көмегімен шеберлік деңгейге жеткізген. Зерттеушілер екі экранды қатар қойып, бірінде шоуды, екіншісінде кәдімгі өмір көріністерін, мысалы, біреудің кофе құйып жатқанын көрсеткен. Егер бала екінші экранға назар аударса, ол сәттер жазылып, назарды барынша ұстап тұратын сәттер жетілдіріледі. Мысалы, түстерді алайық. CoComelon өте қанық түстерді қолданады. Бұл түстерді ойын автоматтарында пайдаланады. Сонымен қатар көріністер әр 1-2 секунд сайын ауысады. Бірақ ең қорқыныштысы бұл құбылыстың ауқымы. CoComelon YouTube'да ең көп қаралған екінші және ең көп жазылған үшінші арнаға айналды. Ай сайын ол таңғажайып 7-8 миллиард қаралым жинайды. Сіз қалай ойлайсыз? Мұндай контент балаларға пайдалы ма?